Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер, кезекті түсірілімді түсіріп жатырмын. Ендігі көктемге дейін бұйырса осы жерде түсіріп отыратын боламын, себебі менің жұмыс орным осы жер болып саналады. Сол себептен енді күнде көруге дайын болыңыздар. Енді бұл жерде сіздерге кезекті егін деп тұрған нәрсем әрине бұл ең бірінші орында, және де жылда мен егетін гүлдерімнің бірі петуния гүлі. Петуния қазақша қалай екенін білмеймін, шығыр гүл дейді ме, сондай шығар. Енді көбісі ондай айтса білмейді, сол себептен петуния деп аталамын. Яғни петунияны білесіздер, енді сирек шығар білмейтіндері. Яғни петунияның әртүрлісі болады, ақ, қызыл деген сияқты. Мен көбінесе ақ түстісін жақсы көремін, неге екенін білмеймін. Вроде обычный сияқты, яғни қарапайым сияқты болып көрінгенімен, дегенмен де ақ түсті бір нәзіктікке сондайға балаймын. Сол себептен көбінесе ақты жақсы көремін. Қызыл, енді көбінесе өзім мамам айтқандай қызылды ек деп, ол көбінесе қызылды айтады, себебі қыздың көзі қызылда, яғни көз тимейді деген сияқты мағынада. Енді ырымшыл ғой, үлкен апаларымыз, ағаларымыз, әжелеріміз ырымшыл болып келеді. Сол себептен қызыл түсті өте жақсы көреді. Сол себептен көбінесе қызыл мен ақты араластырып егетін боламын. Ендігі бүгінгі түсірілімдерде сіздерге мен көріп тұрсаңыз уже топырақты дайындап қойдым. Бұл жерде петуния гүліне топырақты бетінен салуға болады. Менде топырақ аз қалғандықтан тағы да алуым керек. Дүкеннің топырақтарының өзі қазіргі кезде өте қымбаттап кеткен. Енді білесіздер, бағалар ұшып жатқасын, енді топыраққа дейін енді уақыты болғасын, сезоны болғасын, бұларға дейін өте қымбаттап кетеді. Бірақ енді оны ашып қара алмайсыз, ашып қарасаңыздар ішінде онша емес топырақ болады. Яғни кәдімгі көң болып шығады. Енді амал жоқ, аласыздар. Сол себептен енді көбінесе сіздерге айтайын, топырақтың ішінде вита деген бар, соны алмасаңыздар, яғни гүлдерге де болады, және де қияр қызанақтарға да болатын топырақтар алсаңыздар болады. Мысалы тек қана гүлге алсаңыздар, ол кішкене помидорларға келіңкіремеуі мүмкін. Сол себептен смешанный, яғни аралас түрлерін алсаңыздар болады. Енді менікі де сол аралас түрі, бірақ та топырағым онша емес, себебі ішінде вермикулит та ештеңе де жоқ, тек қана топырақтың өзі. Топырақ болғанда кусок болып, яғни тас сияқты осындай көлемде тастар бар, соны бәрін үгітіп осылай істеп тұрмын. Торф болса, торфты да қолдансаңыздар, торфтың өзі ғана сатылады. Мысалы, яғни торф деген ол жапырақтардың, ағаштардың тозған, яғни қалай айтсам, қалдықтарынан шыққан нәрсе, өте жеңіл болады. Петуния гүліне әсіресе сол торф жақсы негізінде топырақтан көрі. Енді сіздер көріп тұрғандай, астына ыдыс салып қойып, яғни бұл асты тесік болғандықтан міндетті түрде кез келген нәрсені еккен кезде асын міндетті түрде тесеміз. Сол себептен асты су ақпау үшін осы қаймақтың ыдысын салып қойдым. Енді кезектен көріп тұрсаңыздар, топырақ салдым. Топырақтың өзі де дымқыл болды, бірақ та мен қанша дегенмен үстіне ыстық суды, ыстық болғанда 20 градус, 30 градусқа жетпейтін суды қиып шықтым. Енді кезекте менде тұқымдарым бар, яғни өзімнің тұқымдарым. Міне көріп тұрсаңыздар, бордовый красный деп тұр, яғни сұрақ белгісі беріліп тұр, себебі бордовый точно, яғни нақты, ал красный ішінде араласып кетуі мүмкін деген сияқты. Сол себептен қазіргі таңда осыны егейін деп тұрмын. Және де міне ақ түстісі бар. Міне ақ түсі белый деп тұр. Менде көбінесе орысша жазатыным. Сол себеп маған сол түсінікті. Сол себептен ақ пен қызылды араластыратын боламын. Енді менде бұл жерде көріп тұрсаңыздар өте ұсақ тұқым болғандықтан мен оны бір-бірлеп отыра алмаймын. Яғни дрожжа деп аталады, дрожжада болмағандықтан мен оны бір-бірлеп отыра алмаймын. Яғни осының үстіне тек қана шашып шығамын. Міне қараңыздар, қазір сіздерге жақындап көрсетейін. Міне көрдіңіздер, өте ұсақ. Міне барлығын шашып шықты, мен сіздерге көрінбейді, қазір сіздерге көрсетейін. Мына жерлерде міне көріп тұрсаңыздар шашылып жатыр, және де міне ұсақ-ұсақ қылып шашылып жатыр. Бір жағына, оң жағына қарай көбірек шашылып кеткен. Дегенмен енді мен уже ала алмаймын. Әбден өскеннен кейін барып отырғызатын боламын, себебі өте ұсақ, уже жердің астына кіріп кетті. Сол себептен ендігі кезекте сіздерде кәдімгі сары топырақ болса, құм деген айтты, құм болса, үстіне сәл ғана шашып шығасыз, бірақ құмды міндетті түрде ыстық отқа немесе микроволновкаға қыздырасыз, анау-мынау өлу керек, яғни зиянды нәрселері. Содан кейін барып үстіне шашасыз. Менде қазіргі кезде топырақ болмай тұр, сол себептен шаша алмай тұрмын. Ол не үшін қажет? Яғни ол артық топырақтан жиналған суды өзіне тартып алады, және де білесіздер, барлығы черная ножка деген аурудың түрі бар, яғни ең бір шыққан кезде тамырынан тез қарайып жаңағыдай құрту қауіп бар. Сол себептен соған өте керемет. Енді бұйыртса кішкене күн жылынып жатса, мен топырақты алып сіздерге қалай шашатындығын көрсетемін. Әзірі шыққан жоқ, пока шықпай тұрған кезде шашудың қажет жоқ. Шыққаннан кейін сіздерге қалай салуға болатындығын көрсетемін. Бұны енді петуния қазіргі кезде ақпан айынан бастап, негізі мен көбінесе қаңтар айынан бастап егетін едім. Бірақ та биыл кішкене кешіктіріп жатырмын, себебі ерте еккеннен көрі осындай орташа көлемде еккен бастап жақсы. Яғни наурыз айында, ақпан айында еккен қаңтар айынан кәдімгідей асып түседі, яғни кішкене күн ұзағырақ болады деген сияқты. Ал қазіргі кезде өте күн қысқа, күн тез батады. Сол себептен менің бір жарықтандырғышым барлығына жетпейді. Сол себептен осылай ақпан айынан бастап егіп жатырмын.
сіздерде егер қосымша жарық болмаса, жарықтандырғыш менікі сияқты мен айтайын сіздерге көрсетемін, мынандай жарықтандырғыштар болмаса, онда кішкене асықпасаңыздар болады. Тек қана шамалы күйде бір кішкентай ғана ыдысқа, тіпті мынандай сіздерге айтайын, мынандай одноразовый ыдысқа ексеңіздер де болады. Мына көрінеді сценарий, бұл қаңтар айында бастап егілген, енді ғана міне жасыл жапырағы, ақшыл жапырақтар шығып жатыр. Бұл яғни күн болса, осылай ақ түске бояла береді. Көріп тұрсаңыздар, өте жай шығады. Осындай кішкентай ыдысқа ғана ексеңіздер болады, шамалы күйінде, яғни ертерек гүлдегенін қаласаңыздар. Егер де ондай қосымша жарықтандырғыш болмаса, асықпаңыздар. Және де міндетті түрде терезенің алдына қоймаңыздар күн шығатын. Себебі күн шығатын жерге қойсаңыздар, жаңағыдай ең бір шығып жатқан өсімділеріңіз бірден өліп кетеді. Яғни олар күнге үйренбеген, сол себептен жайлап 2-3 жапырақ шыққаннан кейін барып уже терезенің алдына қоюға болады. Оның өзінде де көлеңке қылып істеу керек. Яғни бірден күн түспеу керек. Соны ескересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Ендігі кезекте міне ектік, басқа ештеңе салмаймыз, топырақпен ештеңемен жаппаймыз. Себебі жапсаңыздар өте ұсақ тұқымдар шығып үлгермейді. Өздері шыққаннан кейін барып жаңағыдай топырақпен, кәдімгі сары құммен тамырларын асықпай отырып жабасыздар. Араласып қатты қыстырып қалған өскен жерлерін жайлап бөлек отыруыңызға болады. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Енді күнбе-күнгі алда уақытта қияр бар, қызанақ бар деген сияқты күнбе-күнгі еккен нәрселерімді түсіріп отырамын. Бұйыртса жаңалықтар өте көп болады. Және де тұқымдарды айта кетейін, WhatsAppта, Instagramда міндетті түрде тапсырыстарды әлі қабылдау үстіндемін. Соған жазылсаңыздар да болады. Көктемде шыбықтарға бронь жасап жатырмын. Оғанда WhatsAppқа жазсаңыздар болады. Прайлистті WhatsAppтан ала аласыздар. Сау болыңыздар. Кез келген қалаға, кез келген ауылға жіберетін боламын. Сау болыңыздар.